Еліміздегі жағдайды өзгерту үшін бізге не істеу керек? Халық бір ауыздан билікті ауыстыру керек деп айтады. Бірақ біз биліктің қашан ауысатынын күтіп отыра алмаймыз ғой. Бізге де әрекет ету керек. Бізге де өз қолымыздан келетінін істеу керек. Ал біз қарапайым халық елдегі жағдайды өзгерте аламыз ба? Әрине өзгерте аламыз. Ол үшін бізге не істеу керек? Ең алдымен ол үшін сауатты болу керек. Ол үшін бізге нақты 5 амалды орындау керек. Ассаламағалейкум. Сонымен, бірінші амал ол дұрыс кітаптар оқу. Қайдағы бір роман, детектив, фэнтези сияқты кітаптарды оқымай, пайдалы білім беретін кітаптарды оқу керек. Ол ең алдымен ғылыми әдебиет, әлемдік экономика, әлемдік саясат, тарих туралы кітаптар. Өзіміздің классик жазушыларымыздың шығармалары және әлемдік классикаға енген шығармалар. Соның ішінде мысалы Карл Маркстың «Капиталы». Мен өзім әлі күнге дейін «Капиталды» оқыған жоқпын. Бұл менің кемшілігім. Маған да оны түзету керек. Сонымен бірінші амал ол пайдалы кітаптар оқу. Екінші амал ол пайдалы мақалалар оқу. Саяси газеттер оқу. Интернеттегі мақалаларды оқу. Қазір Құдайға шүкір бәрімізде интернет бар. Бірақ біз оны не нәрсеге жұмсаймыз? Интернетке кіргенде қайдағы бір өсек әңгімелерді оқымай, анау 80 жасында үйленіпті, мына 3 рет ажырасыпты деген боққа тұрмайтын өсекті оқымай, дұрыс пайдалы мақалаларды оқу керек. Соның ішінде ең алдымен әлемдік экономика, әлемдік саясат туралы мақалаларды оқу керек. Және ғылыми мақалаларды оқу керек. Және қазір әлемдегі ең көп оқылатын газеттердің, журналдардың әрқайсысының өз сайты бар. Соның ішінде мысалы Times, Guardian, Forbes сияқты сайттар. Солардың сайтына кіріп, әлемдегі экономикада, саясатта қандай жаңалықтар болып жатыр, сол туралы хабардар болуымыз керек. Бұл сауатты болудың екінші амалы. Үшінші амал ағылшын тілін меңгеру. Оның маңызы айтпаса да түсінікті. Ағылшын тілінсіз білімге де, профессионализмге де жол жабық. Әрбір қазақ осыны түсінбейінше, біздің еліміз ешқашан дамымайды. Төртінші амал, бұл да өте маңызды. Конституцияны, заңдарды және өз құқықтарымызды жатқа білуге тырысу. Егер әрбір қазақ заңдарды, өз құқықтарын жатқа білсе және экономикадан хабар болса, онда қазіргі билік бізге ешқандай қастандық жасай алмайды. Оның ешбір өтірігі жүрмей қалады. Қазірде біздің қоғамымызда бірді-екілі ондай сауатты адамдар бар. Олар биліктің айтқан өтірігіне сенбей, өзінің азаматтық позициясын білдіріп, биліктің бетіне шындықты айтады. Сол кезде билік не істейді? Оларды күшпен басып, жаншып тастайды. Егер 10 сауатты адам осылай билікке қарсы сөз айтса, билік оларды да басып тастайды. Ал енді ойлаңыз, осындай сауатты қазақтардың саны 1000 болса, 10 000 болса, 20 000 болса, онда билік оларға қарсы ештеңе істей алмай қалады. Оның ресурстары жетпей қалады. Сонда билік амалсыздан халықтың айтқанына көнетін болады. Сол кезде ғана біздің елімізде үлкен өзгерістер басталады. Біздің еліміз дами бастайды. Бізде азаматтық қоғам пайда болады. Ал енді 5-ші амал, бұл менің жастарға айтатын кеңесім. Ақша қумай, білім қуу керек. Ақшаның соңынан жүрген адамдар ақыры бәрібір ұтылады. Бүгін сен бір затты алып саттың, ертең екінші нәрсені алып саттың. Бір тендерді ұтып алдың, екінші тендерді ұтып алдың. Сен халыққа қандай пайда әкелесің? Ешқандай пайда әкелмейсің. Ақыр соңында сен бәрібір пайдалы іспен айналыспадым деген арманда кетесің. Оңай жолмен тапқан ақша ешқашан тұрақты болмайды. Ол қалай тез келеді, солай тез кетеді. Ал профессионал адам ешқашан бір тілім нансыз қалмайды. Ол қай жерде жүрсе де, оның табысы жоғары болады және тұрақты болады. Өйткені оның білімі ешқайда кетпейді. Әрине басында қиын болады. Басында 5 жыл, ар кетсе 10 жыл шыдау керек. Бірақ сол уақыттың ішінде білім, тәжірибе жиналғаннан кейін ол өз жемісін бере бастайды. Ақыр соңында білімнің соңынан жүрген адам бәрібір ұтады. Сондықтан қазақтар, әсіресе жастар, сіздерге айтарым, пайдалы мамандықты меңгеріп, әрқашанда профессионал болуға тырысу керек. Сол кезде біз елімізге пайда әкелеміз. Оның көркеюіне өз үлесімізді қоса аламыз. Егер әрбір қазақ Мұхтар Жәкішев сияқты сауатты, білікті маман болуға тырысса, онда біздің еліміз әлемдегі ең озық елдердің қатарына кіреді. Онда бізге не Қытай, не Ресей, не Америка дым істей алмайды. Біз бәріне де қол жеткізе аламыз. Біз елімізді өзгерте аламыз.
біз үлкен жетістіктерге жете аламыз. Ол үшін бізге білімді, сауатты болу керек. Саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан сауатты болу керек. Заңдарды, өз құқықтарымызды білу керек. Және қандай кәсіппен айналыссақ та профессионал болуымыз керек. Оның бәрі біздің қолымыздан келеді. Бүгінге айтарым осы. Қазақтар, сауатты болайық.